Иран, ақш, Израиль секілді елдермен болып жатқан қақтығыстар, конфликттер, осы нәрселерге қарапайым мұсылманның реакциясы, ойы, пікірі қандай болды? Олардың бір уәждері ғана бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін халифа Әли болу керек дейді. Болды. Исламды ұстанатын мемлекеттің экономикасы нашар болады, ол мемлекет әлсіз болады, яғни шариғат ұстанатын ел жалпылама, яғни мұсылмандар көп ел қиналыста болады, дамымайды деген сияқты. Совет үкіметі мықты болды деген сияқты кейбіреулер айтып жатады. Қазір де айтатындар бар. Бұл енді жақсы нәрсе емес. Бұл енді құлдық сана. Жалпы мен ол видеоны көрдім. Видеоны көрген соңына дейін көрмедім. Анонсын көрдім да. Сонымен дереу тоқтаттым, көрмеймін ары деп ше. Неге? Өйткені нәпақа табудың жолдары бар шариғатта. Нәпақа табудың жолдары бар. Сол жолдардың бірі үйлену. Үйленуде негізі шарай нәпақа табу жолы болып есептелінеді. Умраға кетеді ше. Өзінің қарызы бар, миллиондап қарызы бар. Бірақ умрада, Дубайда шомылып жүреді, демалып жүреді деген сияқты. Біреудің кәпір болып кеткеніне, мұсылман болып тұрып, кәпір болып кеткеніне ойлайсың, біреу сен подкастта айтқан бірдеңе себеп. Арақ қойылған тойға бару бармау турасында. Арақ қойған тойда бармасаң ешкім де жемейді саған. Бисмилля. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Әдеттегідей Рисала арнамыздың жобамызда бізде кезекті подкаст. Бүгін өздеріңізбен бірге осы жобамыздың бас сарапшы маманы, исламтанушы ұстаз Уәлихан Сүлейменұлы. Ұстаз, ассаламу алейкум. Уалейкум. Бүгінгі подкаст жалпы басқаша форматта өтеді, яғни еркін формат дейміз ұстаз өзіңізбен. Тақырыптар, яғни бұл подкастта құрметті көрермен бір нақты бір тақырып жоқ. Бір тақырыптың төңірегінде әңгіме өрбітпейміз. Жалпылама қазіргі қазақ еліндегі, қоғамдағы, әлемде болып жатқан әртүрлі жағдаяттар талқылайтын боламыз. Сол себепті сұрақтар ретсіз болуы мүмкін, жүйесіз болуы мүмкін. Сол себепті ұстаз өзіңізге еркін отырып, ашылып, бар ойыңызбен бөлісіп, осы сұрақта талдасақ сізбен. Бұйырған болады иншалла. Жалпы ұстаз сізге бірінші сұрақ, осыдан бастайық. Саясаттан бастайық дейміз бе? Қазір енді әлемде әртүрлі жағдаяттар болып жатыр. Бұл нәрсе әлеуметтік желілерде көп айтылады. Сондай сұрақ келеді. Мынау саяси жағдаяттар әлемдегі жаңа соғыс, ашығын айтқан кезде мынау Иран, ақш, Израиль секілді елдермен болып жатқан қақтығыстар, конфликттер, осы нәрселерге қарапайым мұсылманның реакциясы, ойы, пікірі қандай болу керек, осы жайында қысқаша өзіңіз бастап айтып берсеңіз. Бисмилля, алхамдулилля, ассалату вассаламу аля саййидина расулилля. Енді бірінші кезекте әлбетте соғысты қаралаймыз, яғни соғыс деген нәрсе жақсы нәрсе емес. Екінші кезекте бұл іс-қимылдардың, қазіргі әрекеттердің, осы мемлекеттердің арасындағы таяу шығыстағы болып жатқан әрекеттердің негізінде жаңағы жілік майын шағып сөйлеуге бұл негізі саясаткерлер немесе эксперттер лайық негізі. Мысалы таяу шығыс жайындағы арнайы эксперттер бар, соны зерттеген. Солар негізінде лайықтырақ бұл жайында ұзақ сөйлеуге. Немесе тағы бір жағы бар, қайсысы күштірақ, қайсысы жеңеді деген сияқты. Ол жағынан да жаңағы военный сарапшылар нелер айтуы мүмкін. Мынаусының аружасы көп, мынау жеңеді деген сияқты. Оған да мен айтамай деген. Бірақ жалпы қарапайым мұсылман бұл жайында қандай ойда болу керек деген сияқты мәселе болатын болса, бұған енді кейбір бауырлар мынандай деп айтып жатады ше. Мысалға Иран шииттік мемлекет. Жалпы исламдың үлкен болатын болса, соның ішінде өте үлкен екі бағыт бар: шииттік және сүнниттік. Біздер 4 мазхаб, ханафи мазхаб барлығы сүнниттік бағыт болып есептелінеміз. Шииттік бағыттар, бұлардың айырмашылығы не десе, енді мен қысқа айтып кетейін, бұл негізі өте үлкен ауқымды тақырып. Қысқа, олар жаңағы әхлі байтке жаңағы көбірек басымдық береді. Әхлі байт деген бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отбасына. Негізінде бұл жаман нәрсе емес. Сүнниттік бағытта да сондай әхлі байтты құрметтеу деген нәрсе бар. Ол бір жат нәрсе емес негізінде. Бірақ та ескеретін нәрсе, қандай нәрсе бар? Бізде сүнниттік бағыттың ішінде де әртүрлі ағымдар бар, әртүрлі бағыттар бар. Мысалға такфириттер бар, жаңағы
радикалдары бар, басқасы бар, әртүрлілері бар, радикал еместері бар, иә. Дәл сондай олардың да іштерінде сондай әртүрлі топтар бар, әртүрлі бағыттар бар шииттердің өздерінің іштерінде. Енді кейбіреулер қатты кеткен топтар бар. Мысалға рауафит деген сияқты топтары бар. Құдай сақтасын, діннен шығып кетуге дейін сондай ауыр сөздер айтады. Мысалы соның бірі жаңағы Жибрил алейхиссалам қателескен деген сияқты. Негізі пайғамбарлықты Әлиге алып келатқан, бірақ қателесіп кетті деген сияқты. Құдай сақтасын. Бұлдай сенімде жүрген бұл негізінде мұсылман болмайды негізі. Мұсылмандықтан шығып қалады. Дәл сондай шииттік бағыттың ішінде де жаңағындай жуас дейміз ба, жаңағы радикал емес, жаңағы мәмілеге келетін бағыттар да бар. Мысалы Зайдия деген бағыты бар, тағы да басқа да бағыттар бар. Көп бұлардың рауафиттер бар, жаңа айттық. Исна Ашария бар, Жафария бар, Зайдия бар, өздерінің іштерінде сондай бөлініп кеткен. Солардың іштеріндегі сөз жаңағы мысалы Зайдия дегені бар. Олар Абу Бакр радиаллахуды, Айша анамызды ешқандай қараламайды. Тек қана олардың бір уәждері ғана бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін халифа Әли болу керек дейді. Болды. Саясат тұрғысынан. Саясат тұрғысынан, саяси тұрғысынан, иә. Басшылыққа Әли келу керек еді дейді. Өйткені ол туысқаны бір жағынан, екінші жағынан күйеу баласы деген сияқты сондай уәждерді айтады. Бірақ та Абу Бакрды бір қаралап, немесе Омарды жамандап, Османды жерге ұрып, ондай нәрсе жасамайды. Ал мынау жаңағындай топтары, олар әлбетте сахабаларға тіл тигізеді, Айша анамызға тіл тигізеді, Құдай сақтасын. Басқа топтар жаңағы. Басқа топтар, радикал сондай жаман топтары бар. Енді Иранның барлығы сондай радикал ма? Біріншіден. Кейбір адамдар осыны айтып жатады. Ол біз Иранды жақтаудың немесе оның не керегі бар деген сияқты нәрсе айтады. Ол бұл жерде айтатын нәрсе біріншіден бір елдің екінші бір елге тікелей бастырып кіруін жақтау, ол да бір жақсы нәрсе емес. Екіншіден, Иран деген бұл өте үлкен мемлекеттердің бірі. Өте үлкен дегенде жаңағыдай тарихи терең деген сияқты, өте мәдениеттер тоғысқан деген сияқты. Өйткені көптеген ұлттар бар. Тек қана бір шииттер екен деп полный Иранды жауып тастауға болмайды. Өйткені ол жерде қанша өте көп түркмендер бар, біздің өзіміздің бауырларымыз, қазақтар бар, жаңағы сүнниттерді айтып жатырмын. Ішіндегі сүнниттер, мысалы Иранда қанша миллион халық бар? 80 миллионға жақын халық бар ма? Одан да көп тіпті. Соның іштерінде көп, сүнниттер көп баршылық. Жаңағы оларды да ескеру керек. Барлығы шиит екен деп жаңағыдай нәрсе қылып тастауға болмайды. Одан кейін мысалға қыздар мектебін жаруды да ақтап алу қиын. Ақштың істеген. Иә, оны да ақтап алу қиын. Негізінде сол үшін де мен бұны жаңағы саяси не жағын айтқым келмейді, діни фон жағын айтқым келеді. Өзімнің салам бойынша. Өзім салам бойынша. Сондықтан да жаңағы қиналып жатқан мұсылман бауырларымызға деп дұға қылып қою бір артық нәрсе емес. Ол мүлде саясаттан, мүлде жаңағы хабары жоқ қарапайым халықтар да жаңағы снарядтардың жаңағы несінен жәбір шегіп отқан болуы мүмкін. Мүлде ол саған дым қатысы жоқ, сенің сеніміңе өз алдына жүрген адамдар да жәбір шегіп отқан болуы мүмкін. Сондықтан да жалпы мұсылман бауырларымызға өзің жәрдемші бол деп дұға қылып қоюда тұрған ешқандай не жоқ, ағаттық жоқ. Одан кейін тағы бір қисса айтылады. Мысалы мынау сахаба Али радиаллаху мен Муауия радиаллаху деген екі сахаба бір-бірімен конфликтке келіп қалған кезінде, тарихта болған бір оқиға. Жаңағы екеуі бір-бірімен жаңағы әскер алып келіп кәдімгі соғысуға сондайға келіп қалған. Екеуі де сахаба. Сол кезде Муауия жақа мұсылман емес мемлекеттен хат келеді. Ол хатта былай деп айтады. Сіз Әлимен соғысайын деп жатыр екенсіз. Біз сізге толық әскер жібере аламыз. Яғни сондай көп әскер жібере аламыз. Әлиді бір сәтте жеңуге мүмкіндік бар деп.
көмек ретінде. Сол кезде Муауия радиаллаху анху оған қатты сөздер айтады, ит деп жаңағы қатты сөздер айтады. Сен мүлде біздің ісімізге араласпа, біз өзіміз шешеміз. Егер сен әскер бұяққа Алиге қарсы жіберетін болсаң, мен сенімен соғысамын дейді ше. Иә, сондықтан да бұл нәрселер тарихта бұл нәрсе болған факт. Сондықтан бұл нәрселерде мейлінше ислам тарапта болған дұрыс. Өйткені өзімде айтып, мұсылман деген ислам ұстанушы деген сөз. Сол үшін де бір дұғада ұмытпай дұға қылып қойған жақсы болып есептелінеді. Жапа шегіп жатқандар. Иә, жапа шегіп жатқандарға дұға қылып қойған ағаттық етпейді. Ол мұсылман. Біз жаңа баста айтып кеттік қой, Иранның барлығы рауафит емес, барлығы шиит та емес, сүнниттер де баршылық. Иә, ол жерде көптеген біздің ғалымдарымыздың қабірлері де бар ше. Мысалы имам Муслим, Сахих Муслимде жазған, Найсабурда, кейін Исфахан деген қала бар. Өте тарих терең қалалардың бірі. Біздің жаңағы кімдер, оғыздар біздің Түркістан өлкесінен бөлініп осы оңтүстік жаққа қарай ауып кеткен кезде жаңағы Ертоғрулдың аталары ма екен, тарихта айта жатыр. Сол Исфаханды қанша жыл, біраз жылдар бойы астана қылып ұстап отқан. Былайша айтқан кезде біздің жаңағы тарихтарымыз солай бір-бірімен енді Каспий арқылы көрші болғандықтан бәрібір тарих бір жерде бір тоғысып кететіні бар. Иә. Сол жалпы қысқасы. Жақсы. Енді осы тұрғыдан бұл саясатқа қатысы жоқ енді кішкене. Бірақ енді осындай бір нелерді көріп қалдым өзім. Осы болып жатқан саяси жағдаяттарға байланысты айтылады да. Көрдіңіздер ме, жаңағыдай ислам ұстанатын мұсылман елдердің жағдайы қиын екен деген сияқты. Енді ол түйінді, ол қорытындыны тұжырымды қайдан шығарған түсініксіз енді, бірақ кейбір адамдардың пікірінше сондай пікір бар екен де, яғни Иран бұл жерде жеңілу тарапында, жеңіліп жатқан тарап ретінде. Және осыдан мынандай бір бұрыннан айтылып келе жатқан не дейміз жаңа пікірге де жауап бере кетіңізші, жауап ретінде да, исламды ұстанатын мемлекеттің экономикасы нашар болады, ол мемлекет әлсіз болады, яғни шариғат ұстанатын ел жалпылама, яғни мұсылмандар көп ел қиналыста болады, дамымайды деген сияқты. Осы туралы айта кетіңізші. Өмір алма кезек қой негізінде. Аллах тағала Құранда айтып қойған. Tilkal ayyam nudawwiluha bayna nas дейді. Күндер бар дейді. Бір Алланың өзінің бір жаратқан күндері бар, яғни бір кезеңдері бар деген сөз ғой. Nudawwiluha bayna nas, адамдардың арасында айналдырып отырамыз дейді. Бір күн былай, бір күн былай қылып. Дәл сол сияқты бұл нәрселерді адамдардың арасында айналып жүретін нәрсе. Енді мен айтатын нәрсе, мүмкіндік беріліп, сосын дами алмаса, ол кезде жазғыруға болады. Мысал айтайын, екінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Мысалы, барлық мемлекеттер былайша айтқан кезде, Европа мемлекеттерінің барлығы, және КСРО, Совет үкіметі, барлығы бірдей фиништан дамуды бастады деп қарастыратын болсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, сөйтіп 1990 жылға келсек, КСРО-ның Совет үкіметінің ыдырайтынын жақын кезі. Сол кезде салыстыратын болсақ, Совет үкіметін біраз дами алмай қалғанын көреміз. Технологиядан болсын, басқа болсын, қарапайым көлік саласында болсын. 90 жылда тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағы Мерседестерді көріп, адамдардың ауызашылығы жаңағы. Немістердің, 80 жылдар уже жаңағы кнопкамен терезені ашып жабасың деген сияқты. Ол кезде Москвич жаңағы бұл айынан шиқылдап ашып жауып жүрген Совет үкіметі деген сияқты. Демек екеуінде де мүмкіндік болды да. Бірақ Совет үкіметі қатты олай не қыла алмады, дами алмады. Салыстырмалы түрде әлбетте. Осындай кезде жазғыруға, енді осы кезде Совет үкіметін жазғыруға болады. Өйткені мүмкіндік болады, өйткені ресурстың бәрі бар, табиғи қазба байлық не керек бәрі бар. Бірақ дами алмады олай қатты. Осы кезде жазғыруға болады да. Совет үкіметі дұрыс жұмыс жасай алмады. Дұрыс бағытты таңдай алмайды, немесе дұрыс саясат жүргізе алмады, содан құлады, дами алмады деп. Бірақ мүлде мүмкіндік берілмеген елге сен дами алмай жатсың деу қиын. Әділетсіз, сыртқы өзінен мықты державалардың державалар тізесін батырып отқан кезде, бір жағынан батырып отыр, екінші жақтан
оған күлу, сен дами алмай жатсың, сен мынандайсың деп күлу. Бұл енді жақсы нәрсе емес. Неге? Біреуге олай күлген болмайды ше. Біреуге олай күлген болмайды. Құдай сақтасын, Аллах тағала елімізді аман қылсын. Енді біздер де айтып жатамыз ғой, кішкентай кезден, бала кезден үйретті ғой, жаңағы біреуге күлме, басыңа келеді деген сияқты. Құдай сақтасын енді. Сондықтан біреуге күле берудің қажеті жоқ ше өйтіп. Европаның өзі де жаңа ояну дәуіріне дейін қандай қараңғы ұйықтау кезеңін бастан өткізген, көз ашық көкірек ояу оқығанын бәрі біледі. Демек бұндай нәрсе Европа ұйықтап жатқан кезде қазіргі Исфахандар, Бағдаттар не деген дамуда болғандығын бәрі біледі ғой. Иә. Сондықтан да оны келемеждеп біреуді, целый бір ұлтты немесе целый бір мемлекетті келемеждеу дұрыс емес. Дініне тиісіп, басқасына тиісіп. Дін деген бұл жеке адамның өзінің несі, сенімі. Оған тіл тигізуге бәрібір жақсы емес. Иә. Осы жерде екі нүктені айта кетейікші. Мысалға, сіз айттыңыз ол жаңағыдай державалар мүмкіндік бермеді дамуға деген секілді. Иә. Бұл жерден мұсылман елдеріне қатысты айтып жатыр ғой, мысалға. Иә. Енді осы кезде айту мүмкін да, неге онда олар секілді кезінде мықты держава болмады деген ой шығуы мүмкін да. Негізі ойланып қарасақ, олардың мықты держава болуы да бір әділетті жолдармен емес секілді. Әлбетте, Африканы өз Африканы тонау, немесе Үндістанды тонау, немесе көп қой енді айта берсек, бізді қарапайым біздің өзімізді тонау. Орта Азияны, осы біздің өзімізді де тонауы, көбісі айтады жаңағы Совет үкіметі мықты болды деген сияқты кейбіреулер айтып жатады, қазір де айтатындар бар. Бұл енді жақсы нәрсе емес. Бұл енді құлдық сана. Олар кейбір жасы үлкен кісілердің кейбіреулер айтады да, олар бізге свет әкелді, олар бізге газ әкелді деген сияқты. Енді бұл енді біраз тарихты нені қарамаған адамның айтқан ой енді. Себебі әлбетте алып келеді да свет газ. Не ол свет газ деген үлкен мәселе емес қой негізінде. Европа оған қашан қолданып болған. Енді сенен мынандайды 100 миллиард миллиондаған нәрсе алып кетіп, 5-6 нәрсе әкеп тастаса, ол не болыпты енді оған? Соған рахмет айту керек пе? Сенен миллиондаған нәрсені әкетті ол. Деген сияқты мәселелер бар да. Жақсы, ұстаз, Алла разы болсын. Осымен саясат тақырыбын. Осымен подкастымыз аяқталды деп жатырмын деп қойсың. Жалпы осы нәрсені айта кетуді жөн көрдік, құрметті көрермен. Әрмен қарай енді актуалды сұрақтардың лебін жалғастырып, бүгінгі қазақ қоғамы туралы, бізде елде болып жатқан жағдайлардың барысында енді жауаптар берілді, ұстаздар айтты, оның ішінде муфтиятымыз да бар. Сол себепті сізге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы сопылық деген нәрсе, ол не нәрсе, және ол исламда бар ма негізінде? Сопы деген адам ол қандай адам? Кейбір ағымдардың шығуы, ағымдардың көбейіп кетуі, бағыттардың көбейіп кетуі негізі бұрында да болған, бірақ қатты белең алмаған, қазіргіндей болмаған бәрібір де. Тарих қаншама жаңағыдай жат ағымдардың бір қан төгістер сондай жасағандарын айтса да, бірақ қазіргі күндегіндей ондай қатты белең алмаған негізінде. Белгілі бір кезеңмен аяқталып отқан. Бұның бұндай белең алып кетуі бір себептердің бірі бұл жаңағы қайтадан сол кезінде біздің отарда болғанымыз, отарланған ел болғанымыз деп те ойлаймын. Иә. Енді жалпы сопылыққа келетін болсақ, отарлаушы ел, отарланып жатқан елдегі ең жауһар дейді ғой, жаңағы ең қымбат бағалы нәрселерін жоюға тырысады. Және халықты оған жақындатпауға тырысады. Міне солардың бірі бұл сопылық ілімі. Дұрыс сопылық ілімі. Бұл біздің еліміздің негізінде ең қадірлі қасиетті сондай жауһар, алтын қымбат бағалы нәрсесі болған. Сондай ұғым еді. Сондай болған негізінде.
Өйткені оны біз тарихтан көріп отырмыз. Пәлен деген ишан, түлен деген ишан, сайрамда жатқан сансыз бап дегендер, Түркістанда жатқан Ахмет Яссауи, осының барлығы бұл өлкелерде сопылық ілімі өте қатты дамыған білдіреді негізінде. Бұл біздің қанымызға сіңіп кеткен нәрсе негізі. Өйткені қарапайым нанды баспа, нан бит деген жаман болады қой, жасама дегендерді қарапайымда тырнақ алған кезде көміп деген сияқты нәрселердің өзі де барлығы осы сопылықтан, осы нәрседен келген. Енді осы бір халықтың рухына сіңіп кеткен осындай ғажап керемет нәрсені бірінші жою. Ол жою немен болды? Жаңағы ишандарды, сондай ғалымдарды, сопылық ілімінің ұстаздарын кәдімгі жоқ қылумен болды. Кәдімгі өмірін жою кәдімгі сондаймен жүзеге асты. Енді одан кейін бәрібір халықтың қанына сіңіп кеткен дедік қой. Енді қайтадан бұл сопылық ілімін бұл іздеп тауып алу мүмкін. Өйткені қанына, геніне сіңіп кеткен деді. Енді сол тауып алмау үшін тағы да оны жаман қылып көрсету үшін қараған кезде бүйтіп деп бүйтіп сескеніп, жиркеніп демесе, Құдай сақтасын. Енді бұлай айту дұрыс па екен, дұрыс емес пе екен, бірақ солай қарап бүйтіп сескеніп қалу үшін сопылық бағытын дұрыс уағыздамайтын кісілерді ортаға шығарады. Сондайларды танымал ету. Сондайларды танымал ету, сондайларды халықтың арасында таныту жұмыстары жүзеге асқан, және асады да, бұдан кейін де бола береді деп ойлаймын. Жалпы мен ол видеоны көрдім, видеоны көрген соңына дейін көрмедім, анонсын көрдім да, сонымен дереу тоқтаттым, көрмеймін ары қарай деп ше. Неге? Өйткені біз тарихтан оқыған ешандар, біз білетін тарихтан оқыған жаңағы Мәшһүр Жүсіп сияқты болсын, басқалар болсын, жаңағы үлкен әулие сопы ешандар, басында орамал жоқ, мойындарын бәрі ашық, ондай әйелмен бүйтіп тіке қарап отырып бүйтіп сұхбат жүргізбейді. Қарап отырып бүйтіп қарап отырып олай сұхбат жүргізбейді. Өзі нормалар болады. Мысалы, намаз оқымайтындар айтады, намазхандар, саған мынау ұят емес па деп кейде айтып жатады ше. Нормалар болады. Намаз оқисың ба деп. Намаз оқисың ба деп, немесе мысалы намазхандар ұстаздарға айтып жатады. Ұстаз, мынау қалай, сіз ұстаз емессіз ба деп айтып жатады. Дәл сол сияқты ешандыққа жараспайтын нәрсе да. Сол жерден көрдім да қайтып қойып қоя салдым. Болды, ол мен ары қарай талқылағым келмейді ше, ол темалар, ол жерде айтылған нәрселер. Өйткені отырыстың өзі лайық отырыс емес. Ол кісі оның өзіне қойған статусына лайық отырыс емес. Содан кейін оны ары қарай талқылаудың қажеті жоқ. Бірақ сопылық ілім деген егер дұрыс ұстаздардан үйренсе, теңдесі жоқ. Өтте жаңағы, өйткені жүрек тазалайтын нәрсе. Сопылық деген сол емес пе? Сопылық деген сол жүректі тазалайтын нәрсе. Жүректі тазалау бұл парыз нәрсе. Намаз оқу парыз болған сияқты, жүректі тазалау парыз нәрсе. Неге? Өйткені Аллах Тағала кім менің алдыма сау жүрекпен келсе, таза жүрекпен келсе, оған жәннатқа кір деп айтылады дейді. Демек бізге міндет Алланың алдына таза сау жүрекпен бару. Имам Ғазали сияқты кісілердің кітаптарын көп оқу керек болған. Жарайды. Қысқаша осы. Бұл негізі үлкен тақырып. Бұл тақырып сопылық іліміне бірнеше подкаст арнайтындай тақырып бұл негізі. Өйткені біздің халықта сұрақ өте көп бұлға қатысты негізі. Анау кім, мынау кім, бұлай, анау пәленше бүйтіп айтады, мынау бүйтіп айтады деген сияқты өте көп. Жалпы негізі қысқа қайырсақ, қарапайым жұртшылыққа түсіндіретін болсақ, сопылық тасауф деген жүректі жаңағыдай риядан, жүректі көре алмаушылықтан, жек көруден, тәкаппарлықтан, риядан, мақтаншақтықтан, не бар тағы сондай дерттің, жүрекке сіңіп кеткен сондай дерттің барлығынан жүректі тап-таза қылу, тазарту, былайша айтқанда тазарту, кірлерін бәрін кетіріп, жуып тазарту, осы сопылық. Дұрыс, сондай. Болды, осы негізі. Бұны әртүрлі нәрсемен жасайды. Әртүрлі нәрсе, жолдары болады. Сол жолдарды үйрететін, сол жолдарды бұл оңай нәрсе емес. Өйткені қарада, сен кәдімгі жүрек емес, жүректі көре аласың ба, біреудің жүрегін көре алмайсың.
сен көріп тұрған біреудің жаман нәрсе істеп жатқанын оған айтып түсіндірудің өзі оңай емес та. Мысалы мен сенің бір жаман нәрсе істеп жатсам, істеп жатқанын көрсем, саған мына нәрсең жаман, бұл шариғатта былай деп айтып, кәдімгі целый көріп тұрмын, сен де көріп тұрсың, мен де көріп тұрмын. Соның айтып түсіндірудің өзі оңай нәрсе емес. Ал бірақ сенің өзің ішінде жүрегіңдегі дертті өзің де білмейтін болсаң ше. Бірақ сен істеріңнен, сөздеріңнен көрініп тұр ол дерттің бар екендігі. Бірақ сен оны білмейсің өзің, и мойындамайсың еще. Енді сені емдеп көрейік енді қалай болады. Ол емделу қиын. Сол үшін де жүрек дерттерін емдеудің ең бірінші жолы менде жүрегімде дерт бар деп мойындау. Айтма ұзақ бұл. Ары кейін иә. Жалпы жаңағы ата бабаларымыз дұрыс осындай сопылық ұстанған дейсіз. Дұрыс бағыт ұстанған иә. Бірақ отарлаудан кейін ары қарай біраз нәрселер болып кетті кейін иә. Жақсы. Енді сұрақтардың бүгінгі қоғамда талқыланып жатқан сұрақтардың бірі, бірақ кішкене бағыты басқаша. Мынандай нәрсе бар да, байлық, дүние мүлік деген ұғымға қатысты. Мысалға біз білеміз дінімізде хадистер бар, жаңағыдай. Әсіресе мысалға бойдақ кісілерге қатысты тұрмыс құр, үйлен. Мәселен ер жігіттерге қатысты айтылады ғой енді, жаңағыдай үйленсең Алла тағала өзі асырайды деген сияқты. Байытады деген. Байытады деген. Осылай сондай ниетпен жаңағыдай сол аятты хадисті оқып үйленіп, бірақ байымай қалса ол адам деген сияқты адамның көкейіне сұрақ келуі мүмкін да. Оны неге қойып жатырмын? Қазір осыдан бір өрбитін сұрақтар бар енді. Нәпақа табудың жолдары бар шариғатта. Нәпақа табудың жолдары бар. Сол жолдардың бірі үйлену. Үйленуде негізі шариғи нәпақа табу жолы болып есептелінеді. Шариғи нәпақа табу. Нәпақа табудың жолы болып есептелінеді. Аллах тағала сендерді өз кеңшілігінен байытады деген аят. Бұл аятта имам Құртубидің тәпсірінде бұл мәселе айтылады. Тура осы сұрақты қойылады сол жерде. Дәл осы сұрақ сөзбе-сөз қойылады. Баймай қалса ше деген. Иә, баймай қалып жатқанын көреміз деп. Иә. Өзі оған былай жауап береді ол кісі. Бұл дейді, Алла байтады деген, бұл уәде дейді, Алланың уәдесі дейді. Бірақ бұл дейді, жалғасымдылық уәде емес дейді. Яғни, байисың дағыны, өмірің соңына дейін ажыраспай кетсең, өмірің соңына дейін бай болып өтесің деген мағына емес дейді. Өмірің гүл болып өтеді деген. Иә. Бір сәтке байыту мүмкін болды дейді, онымен уәде орындалады дейді. Аят сонымен уәдесі орындалған болады дейді. Бұл бір жауап. Екінші дейді. Байыту, бай болу деген мағынасы ауқымды дейді. Тек қана материалдық емес дейді. Оның нәпсі бай болу дейді. Яғни жан дүниенің бай болу дейді. Жан дүниенің бай болу. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, байлық малмен емес дейді. Иннамал ғина ғинан нафс дейді. Расында бай болу, бұл жан дүниенің бай болуы дейді. Ерлі-зайыптылар кейде адам өзі білеміз, кейде не істейтінін білмей быт болып жүрген жігіттер үйленгеннен кейін әдемі болып, ақыл тоқтатып, өмірін кәдімгі реттеп, болатын болмайтын нәрсеге ақша жұмсай бермей, бәрін ойланып жұмсап, есейіп, сондай болып қалады. Міне осы дейді. Уже нормально, осы дейді. Осындай бірнеше нелер бар, жауаптар. Ол біз ойлағандай сразу миллионер болып кетесің деген ондай мағынада емес. Қысқашасы. Жалпы андай одан бөлек материалдық тұрғысын қарастырсақ, өзінің әйелінің баласы. Енді мынандай тағы бір үшінші бір несінде айтады. Жалпы үйленгеннен кейін дейді, аяттың жаңағы екеуі айттық, үшінші бар айттық. Үшіншісінде айтады. Кедей болып үйленген кісілер дейді. Көбінесе дейді, нәпақа тауып бере алмай, олай ажыраспайды дейді. Осы аят сол дейді. Басқа себеппен ажырасуы мүмкін, ұрсып қалуы мүмкін, үйтуі мүмкін, бірақ күн көре алмай ажыраспайды дейді. Яғни күн көре алмадық, ажырасайық. Әйел мысалы, сен маған нәпақа тауып бере алмадың, болды ажырасайық демейді дейді. Кедей болып үйленсе де, өзінің нәпақасын әрең тауып жүрген адам үйленсе де, әйелі, баласы, бала-шағалары болып кетсе де, олар не себепті? Нәпақа таба алмаған себепті не қылмайды? Ажыраспайды дейді. Осы дейді. Субханалла.
иә осы дейді. Сондықтан да бұны тек қана жаңағыдай біздің қазір күніміздегі байлықты ойлай бермеу керек ше. Мысалы бізде сол интернет құртатын интернетте байлардың өмірін көріп байлық сол деп ойлаймыз. Стандарт сол екен деп. Стандарт сол деп, соған жетпеген ол бай емес деп. Ондай емес. Мындай нәрсені айта кету керек сияқты. Осы енді мынандай дұға оқысаң байып кетесің, мынандай істесең байып кетесің деген мәселелер айтылады ғой мысалға. Иә. Ол жерде бір маңызды нәрсені көпшілік айтпайтын секілді. Сол жаңа дұға сататындар кісілер мысалға, дұға үйрететін кісілер еңбек ету керек, еңбекті ешкім жаңағыдай еңбек етпей ақ қойсаң болады деген сияқты нәрсе. Ондай емес пе жалпылама? Жаңа үйленген жігітте мысалға үйленгеннен кейін ол бәрібір еңбек қылу керек. Ол еңбек қылу міндет қой ол. Иә. Ол еңбек қылу міндет. Ол жаңа тәфсірдегі сұрақ қойған кісі ол еңбек етсе де байымайтын көреміз деген сұрақ қой негізі. Сондай мағынада. Сондай сұрақ ол негізі. Ол еңбек етпей, онікі жалқаулық қой, онікі әшейін нәпсінің алма піс аузыма түс деген. Иә. Алма піспейді да, аузыңа түспейді да деген сияқты. Ол түсінікті нәрсе ол негізі. Сол жалқаулар ғана айтады жүр. Иә, сол нәрсенің жаңағыдай түсінік жоқ сияқты да, сондай бір себептер әлемінде өмір сүретініміз жаңағыдай. Ол себептер әлемі деген, сен жұмыс жасамасаң, саған ризық келмейді. Осы себептер әлемі дейді. Яғни себебін жасамасаң, саған келмейді ештеңе. Тіршілік жасау керексің. Тіршілік жасасаң, сол кезде инша Аллах қаласа ғана саған береді. Сонда да. Аллах қаласа ғана саған береді сонда да. Сол үшін де тіршілік жасап, себептерін ұстану керек. Негізінде себептерді ұстану уәжіп, міндет. Парыз деп айтамыз. Не дейміз? Уәжіп, себептерді жоққа шығару, яғни маған Құдай себептерсіз ақ берсін деу, бұл нені білдіреді дейді? Мұхаммад Хашими деген ғалым кісі айтады. Себептерді жоққа шығару дейді. Менсінбей маған себептерсіз ақ Құдай беру керек деу дейді. Бұл Құдайдың даналығына қарсы шығу дейді. Құдайдың даналығы. Құдай тағала біздегі себептер әлеміне қойды. Шөліңді қандыру үшін су ішу керексің. Қарныңды тойдыру үшін тірлік жасап, тамақ сатып алып, тамақ жеу керексің деп себептер әлеміне қойып қойды. Неге бүйтті? Бірден өзі сусындандырып, өзі шөлімізді қандырып, өзі қарнымызды тойдырып қойса, құдірет жете ме? Жетеді. Бірақ бізге қолыңды созып, суыңды іш, тұрып барып тамағың же деді ме? Деді. Демек бұл не деген сөз? Бір даналық бар деген сөз. Ол даналық біз білеміз ба? Білмейміз. Білуімізде міндетті емеспіз. Жаңағы ғалым кісі айтады, демек себептерден бас тарту, бұл не дейді? Алланың даналығына қарсы шығу дейді. Алланың даналығына қарсы шығу. Сондықтан да Алланың даналығын сезініп, себептерді жасауымыз міндет. Бірақ та сөзін жалғап айтады ол кісі. Себептерді ең главный нәрсе деп есептеу, себептерді тура бір жаңағы не дейміз, себептерді бір Құдай сияқты қылып жіберу. Бұл да мұсылманның ақидасына тура келмейтін нәрсе деп айтады. Қайшы келетін нәрсе деп айтады. Яғни себептер тура бір сол себептер беріп жатқан сияқты ризықты. Олай қарамау керек бірақ. Бұның пайдасы қай жерде болады? Адам депрессияға түспейді бұны білсе ше. Өйткені бір есік жабылса, өмір сүріп бітіп қалмайды деп есептейді. Ризық Алла. Құдайдың есігі жабылмайды. Жұмыстың есігі жабылғаннан Құдайдың есігі, Құдай басқа бір есікті ашып беруі мүмкін. Жаңа байлық туралы айттыңыз ғой енді. Андай нәрсе көп қазір. Бізде трендте дейміз ба. Қызық негізінде. Небәрі 2 айдың ішінде байып кет. Болмаса небәрі 2 айдың ішінде жаңа бір нәрсені үйрен дағына осындай табыс көзіне шығып кет. Болмаса мынанша тауып үйрен деген сияқты. Осы нәрсе ислам ақида тұрғысынан осылай айту, осы нәрсеге жан тәнімен адамдардың берілуі, қоғам болу, осы нәрсе. Бұл жалпы дұрыс па негізінде? Жалпы оңай жерде нан жоқ қой. Иә, тез баю туралы. Тез баю. Оңай жерде нан жоқ, оңай жерде байлық жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгендігі жайында айтады. Қалай дүниеге келгенді. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху дүниеге келген кезде 2 қолы жерді ұстап, басы аспанға қарап, солай дүниеге келген дейді, туылған кезде. 2 қолы жерді ұстап, басы аспанға қарап, солай
толған кезде солай түскен, сондай қараған дейді. Ғалымдарымыз осыны не дейді? Неге екі қолы жерде, басы аспанда деп. Сол кезде айтады. Бұл дейді, рожул дейді ғой, ер кісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне де қатысты дейді. Бұл үнемі еңбектену, жерді ұстап тұр, топырақпен еңбектену. Яғни егін егесің, басқа қыласың, үнемі топырақ жерде, мал бағасын ба әйтеуір еңбектенуге білдіреді дейді. Қолы жерді ұстап түскендігі пайғамбарымыздың еңбек, Аллах тағала оған пайғамбарының өзіне сен еңбектен деп жатыр дейді. Ал басы аспанға қараған, бірақ ризықты беруші Алла деп. Бұл жерде Алла аспанда деген білдіреді, бірақ та ризық аспаннан келеді. Яғни оны Құранда да Аллах тағала айтады, біз аспаннан түсіреміз деп. Соған ишарат дейді. Сол үшін де еңбектену керек. Ол нәрселерге негізді алдана бермеу керек ше. Ойлаймын енді бір жастаулар алданып қалады сияқты. Білмеймін енді, бірақ нақты. Құлшылық турасында сөз қозғайық. Сөз айтқанымыздай намазды, дін ұстануды қартайғанда бастаймын деу қаншалықты дұрыс? Бұл жерде үлкен қателіктер бар. Қандай қателік? Бірінші қателік, қартайғанға дейін өмір сүремін деген нәрсе бар. Мен қартайғанға дейін өмір сүремін деген нәрсе бар. Яғни ол не? Мен ғайыпты білем. Яғни өзімнің өмір жасымды білем деген сөз. Бұл ғайыпты білем деу өте үлкен өрескел қателік. Ғайыпты ешкім білмейді, Алла біледі. Екіншіден, қартайғанда оқимын деу, бұл дінге немесе Құдайға сен қоя тұр деген мағынада. Шаруаларын бітіріп алайын деген сияқты. Бұл да өте үлкен әдепсіздік, өте үлкен өрескел қате. Сондықтан да қиямет біздер жалпы ең бірінші сұралатын нәрселерімізді реттеп қоюымыз керек та. Ең бірінші сұралатын нәрселер. Ең бірінші сұралатын нәрселер Аллах тағала Құранда айтып қойған, Аллаға ғибадат қылыңдар, Аллах тағала сендерден ризық сұрамайды деген. Ризық Аллаға деген. Сол үшін де бізге еңбек қылу міндетті, беретін Алла да. Біз өзімізге міндет болған нәрсені жасап, Аллаға ғибадат қылуымыз керек. Міндет болған нәрсе тағы не деп айттық жаңа? Еңбек жасау. Соны жасап, тағы міндет болған нәрсені ғибадат. Соны қылу керек. Ол жас балиғатқа толғаннан кейін болды ше, ол талқыланатын мәселе емес негізі. Просто бұл жаңағы адамдардың діннен алыстап кеткенінің белгісі. Негізі біздің елдегі көпшілік діннен өте алыс. Өте алыс. Тым алыс. Неге? Өйткені одан мен простой осы сөздің өзі оның діннен алыс екенін білдіреді. Кім айтса, мүлде дінге қатысы жоқ адам деп есептеймін. Жақсы. Келесі сұрақтар енді әртүрлі фихи мәселелер болады. Былайша айтқан кезде бірінші сұрақ мынадай: Рамазан айы өтті. Енді не істейміз? Жалпы Рамазаннан кейін басталады деп айтып жатады, мысалы, нағыз Рамазан. Осы халді сақтап тұрып қалу үшін не істеу керек деген секілді. Рамазандағы кейбір нәрселерді ұстап қалу керек. Мысалы, намазға бару, құптанға деген сияқты, немесе тарауихтан алдын уағыз болатын. Сондай уағыздарға, сабақтарға, дәрістерге бару деген сияқты. Соларды ұстап қалу керек. Қысқаша айтқанда солай. Қысқаша айтқанда солай. Рамазаннан кейін егер соларды ұстап қала алмаса, ол оның оразасының, Рамазанның қабыл болмауының белгісі. Енді қабыл болмады деп айтпай ақ қояйық, енді қиындау сөз, Алла біледі. Бірақ та дініне кері әсер етеді. Жақсы, енді үкімдерге қатысты сұрайыншы. Қарыз сұрайды. Қарыз сұрағаннан кейін оны қайтаруға әрекет жасамайды, немесе ақшасы болса да қайтармайды. Бұл тақырып өте керек тақырып негізі. Пәленше қарызын қайтар деп. Мына жерден саған жолдаймын деп. Негізінде мен осы имам әріптестер сондай бауырларға айтайын деп жүрмін. Иншалла, мысалы біздер дұға қыламыз ғой, кейде мешіттерде имамдар, жамағат дұға қылады. Не деп дұға қылады? Аллахым, қарызы барлардың
жаңағы қарызын беруге, қарызын өтеуін жеңілдет деп сондай дұға қылады ше. Енді былай дұға қосса деп жүрмін да. Қарыз бергендердің қарыздарын уақытылы алуын нәсіп ет деп ше. Иә, өйткені шынымен де қазір бұл өте үлкен дертке айналып бара жатыр. Кәдімгі дерт, жауапкершілік мүлде сезіну деген, жауапкершілік сезіну деген кәдімгі қалмай бара жатыр. Тура қарыз емес адам сияқты жүреді ше. Қарыз емес адам сияқты болмайтын нәрсеге ақшасын құртады ше. Оған міндет емес нәрсеге ақшасын құртады да. Бірақ өзіне міндет нәрсені жасамайды. Жаназаға бармай ма деп ойлаймын да солар ше. Жаназаға барған кезде не деп айтады? Екі түрлі ақы жайында айтады. Бірінші ақы Құдайдың ақысы болса, оны Құдай өзі кешірер дейді. Ол араласамаймыз дейді. Екінші дейді, біреуден қарыздаған болса, соны мойнына алатын адам бар ма дейді да. Ол біреу шығады, мен аламын деп ше. Демек бұл нені білдіреді? Қабірде де бұның несі ауыр болады деген сөз да. Сұрау ауыр болады деген сөз. Ол мысалға мойнынаған кісі де 4-5 жыл кешіктіріп берді ма, қабірде оның сұрауы болады. Бұл жайында хадис бар да. Осыны мүлде не қылмайды, қарастырмаған ше. Мүлде бұл ойына кіріп шықпайды ше көпшіліктің. Сондықтан да мысалы қазір умраға кетеді ше. Өзінің қарызы бар, миллиондап қарызы бар. Бірақ умрада, Дубайда шомылып жүреді, демалып жүреді деген сияқты. Береміз деп қояды, болды. Субханалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқанша не дейді? Матылғани зұлмын дейді ше. Зұлымдыққа жатқызған. Зұлымдыққа, яғни шамасы жете тұра бермей жүре беруді зұлымдыққа жатқызған. Енді дұрыс біреулер айтуы мүмкін, аят бар ғой деп. Фаналзиратун иля майсара деген аят бар. Яғни егер біреу саған қарыздар болса, оны бере алмай қиналып жатса, оны бере алатындай уақытқа дейін кешіктірсең дұрыс деген сондай мағынадағы не бар? Аят бар. Осы аятты айтуы мүмкін. Мен оған айтар едім, дұрыс, бұл жерде шамасы жетпей тұрған адамды айтып отыр ғой. Шамасы жетіп Дубайда қыдырып жүрген адам қайда айтасың сен кешіктір оған. Сен өзің мына жақта жетпей жатыр, ол Дубайда қыдырып жүр. Бір ыңғайсыз нәрсе де, субханалла. Бір жағымсыз, өте бір жауапкершілігі төмен нәрсе. Мен ойлаймын, бұны кешіктірудің қажеті жоқ. Оны алу керек ше. Жақсы нәрсе емес. Мұсылман бауырларға айтатын нәрсе. Насихат, қарыз болса қайтару керек. Және оны главный, ең бірінші список қойып қою керек ше. Садақадан да алды. Садақа болсын тіпті. Садақа болсын, қыдыру болсын, тағы не? Әртүрлі комфорттар. Біреу мысалы әжептәуір машинасы бар, сәл биіктеу машина алғысы келеді. Жүре бер, бірінші қарызың төле мына жақта. Не деген қарызың бар сен? Сондықтан да мән беру керек ағайындар. Оңай нәрсе емес. Қабірде кәдімгі азап болатын нәрселердің бірі ғой. Сондайлардың қатарынан осы ақысын беру туралы айтыңызшы. Дұрыс недерді қоюда бірінші орынға мынау болады, екінші орынға мынау болады деген сияқты. Әлбетте, ол бірінші орында парыздар. Ол мысалы Құдайдың ақысындағы парыздар бар, намаз сияқты. Екінші адамдардың арасында парыздар бар. Мысалы нәпақа табу, еркек адамға нәпақа табу парыз. Парыздан кейінгі парыз дейді. Ол не деген сөз? Намаздан кейінгі парыз. Осыны еркек жауапкершілікке алу керек, еркектер. Иә. Одан кейін әйелдерге, егер ер кісі оған тауып беріп жатқан болса, ішіп жем баспанасын, күйеуіне бағыну парыз. Оны да ол да жауапкершілігіне сезіну керек. Осындай қоғамдағы мәселелер осындай нәрселерден туындайды. Әркім өзінің парызын тастап, парыз емес нәрсеге өткен кезде проблемалар басталады негізі. Парыздарды тастап, парыз емес нәрселерді ойлап, соны уайымдай бастаған кезде мәселелер туындайды. Жаңа нәпақаны тастап, мысалы оған көкпарға бару парыз емес та. Көкпарға бару парыз емес. Аты да жоқ. Просто барып жүріп қайтады. Ой деп көріп қайтады. Оған ол парыз емес. Бірақ үйіндегі бала шағасын тамақтандыру, оған кәсіп істеу, тамақтандыру үшін оған парыз. Осындай нәрселерден үйде жанжал пайда болады. Сен айналып көкпарға бара бересің дейді.
ол еркек айтады, енді ол жерде еркектік несі оянып кетеді, мен өзім білемін дейді. Сондай бола береді екен ғой жалпы. Жауапкершілік деген маңыздылығы негізі. Жалпы толықтың еркектің жауапкершілігінде дейсіз ғой, жаңағы отбасын асырап алу. Иә, ер кісінің жауапкершілігінде. Егер жауапкершілікті мойнына алып істеп тұрған болса, әйел адамның мына жерде тағы бір нүкте бар да. Тағы маңызды нүкте бар. Ер адам толықтай үйін қамтамасыз етіп жатыр. Нәпақамен, баспанамен, киім-кешекпен қамтамасыз етіп жатыр. Енді әйел адамға міндет не дедік? Бағыну. Еркекке бағыну, соның жаңағы тамақтарын нелерін бәрін дайындау. Үйді жинау деген сияқты. Енді осы жерде де әйел де өзіне міндет емес нәрсеге әрекет жасауы мүмкін. Мен де жұмыс істеймін деп ше. Қосымша. Иә, мен де жұмыс істеймін деп, ол да кірісіп кетуі мүмкін да. Бұл да кейде отбасыға кері әсер етеді. Ол да міндетін атқармайды. Кейін еркек ашуланады. Үйге келсе үй шашылып жатыр. Әйел келсе, мен қазір жұмыстан келдім дейді. Шаршап тұрмын дейді. Болды. Осылай мәселелер басталады ғой. Жанжал. Иә, демек әркім өзінің міндетін атқарып, соны дұрыс атқарып жүрсе болды. Міндеті тұрып, міндеті емес нәрсеге кірісу құртады ғой, қысқасы. Міндет болған, өзіңе міндет болған нәрсені тастап, өзіңе міндет емес нәрсеге қарай бұрылып, негізі біраз проблема туындатады. Кішкене ашықтап түсіндіріп беріңізші, бағыну деген қалай? Көбісі ой, ол болмайды олай, күйеуге бағыну деген не сұмдық, ол мен құлмын ба деген сияқты ауыр нелерде де айтылып жатады мысалға. Феминистердің нәрсесі ғой. Ата енеге қызмет турасында да мысалға. Ол міндет, шариғат тұрғысынан міндет. Ол жаңағы құлмын ба, ондайын ба, мұндайын ба дегендер, ол феминизмнің есі шығады одан. Құл емес, түсінікті ғой, құл емес екендігі. Ондай болатын болса, мынау кімнің кітабы еді? Карл Маркстың кітабы бар ғой, білесің ба? Карл Маркс еді. Капитал деген ба кітабы бар. Иә, капитал болса. Иә. Сода айтады ше, олар енді коммунизмді қолдағандар ғой енді. Олар айтады, мына капитализмнің жаңа құлдық дәуір екендігін айтады. Біздің қазір капитализм. Иә. Олар жаңа құлдық дәуір екенін айтады. Мысалы, бұрынғы құлдар таңертең кешке дейін жұмыс істейтін болған. Сөйтіп, ішіп жемін мырзалары береді. Солай өмір сүре береді. Дәл капитализмдегі жағдайда сондай дейді да. Яғни, сен де шахтада, заводтарда қазір капитализмде жеке бір адамға жұмыс істейсің. Мысалы, фирма бар, сол фирманың бастығы бар. Ішінде 100 жұмысшысы бар. 100 жұмыс азынан кешке дейін жаңа фирманың бастығын байытуға жұмыс істейді дейді. Сөйтеді дағыны кешке үйіне барып жатып демалады дейді. Таңертең қайттан жұмысқа келеді дейді. И айлығы дейді, өмір сүруге ғана жетеді дейді. Болды дейді. Бұның тура баяғы құлдармен ешқандай айырмашылығы жоқ дейді да. Сөйтіп капитализм жаман дейді ше. Егер үйтіп қарай беретін болсақ, мысалы Карл Маркстың көзімен қарасақ, капитализмдегі қазіргі біздің елдің бәрі құл болады. Жұмысшылардың бәрі құл болады. Қызметші құл болады. Енді феминистердің көзімен қарасаң, феминизм келмей жатып, бұлай өмір сүрген әйелдің бәрі құл болып өткен болады. Домалағаны да құл болған болады. Кім бар тағы? Жалпы ата болармын. Жалпы әжелеріміздің бәрі құл күң болған болады. Онда тектік халық қаяқтан шықты? Күңдерден тұрады ма бәрі? Сондықтан да ол феминизмнің исі аңқып тұрған нәрсе. Ешқандай да құл емес. Біздер мына нәрсені түсінуіміз керек та. Шариғат әйелді өте қатты құрметтеген. Бұны айта берсең, айта береміз, көп ұзақ кете береміз. Бірақ еркекпен тең қылмаған, оны да айтамыз. Құрметтеу басқа, сен мынадан жоғарысың деу басқа. Еркектен жоғары қылмаған, оны ашық айтуымыз керек. Бірақ құрметтеген ба? Құрметтеген. Оның орнын қойған ба? Қойған. Мысалға қара, сира сабақтарында, сира кітаптарында надандық дәуірі деген бар. Сира кітаптарында надандық дәуірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келмей жатып болған кезең бар. Сол кезеңде
мынау Рим империясы, гректерде, тіпті араб жазирасында мына үлкен талқылау болды дейді. Қандай талқылау? Әйел адам бұл адамға жатқызамыз ба, әйелді адамға жатқызамыз ба, немесе жануарлардың қатарына жатқызамыз ба деген үлкен талқылау болды дейді. Біз айтамыз ғой, Грекия, жаңағы Римда не деген данагөй өркениеттер болған деп ше. Бірақ сол данагөй, жаңағы философ, ақылды сымақтардың бәрі осы талқылаған. Осыны талқылаған. Қайсыған кіргіземіз деп. Кәдімгі сұрақ болған кәдімгі. Мұназара дейді ғой, жаңағы пікірталастар болған. Талқылаған осыны сол данагөйлер. Ислам айтқан, сен не деп айтсың сендер деген, қалай ол адамға кіргіземіз деген не әңгіме ол? Қалай ол адамға кіргіземіз деген не әңгіме ол? Адам ғой ол. Осылай келген ислам ол ше, субханалла. Сондықтан да әр нәрсенің мынандай нормасы болады өзінің. Нормаға жеткізбеу бар. Бұл жахилат дәуірінде болған. Кейін нормадан өткізіп жіберу бар. Бұл қазіргі феминистер, шектен шығу. Жеткізбей қою бар. Өзінің нормасын жеткізбей қою бар. Бұл жахилат дәуірінде болған. Жаңағы ол тек арабтар емес, ол гректерде де болған. И нормадан асырып жіберу, шектен тыс кетіп қалу. Бұл қазіргі феминизмдерде бар. Мен бір кітаптарын көрген бұлардың. Өте сұмдық, құйтырқы бір әрекеттер жасағанын көрген. Таң қалған өзімше. Тақырыпты былай қойғанда, ол кітап шықпады, по-моему, кейін. Тақырып былай: ер мен әйелдің тең құқықты, немесе тең емес, тіпті жаңағыдай тең дейміз бе, жоқ. Былайша айтқан кезде әйел еркектен де жоғары тұруға соған сілтейтін, соған білдіретін сөйлемдер бар. Сондай сөйлемдерді айтып келеді дағыны, соңында не деп айтады? Хадистерді дәлел келтіреді. Хадистерді дәлел келтіреді. Соған дәлел ретінде. Жаңағы сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың деген сияқты хадистер дәлел келтіреді. Бұл хадистер әйелді құрметті екендігін білдіреді. Бірақ та олар айтып жүргендей, жаңағы барлығын солар басқару керек деген білдірмейді. Үкімдер турасына оралайық. Өзіңе қатысы жоқ нәрседе сөйлеу деген нәрсе қоғамда бар нәрсе. Өзіңіз бір мысал келтіріп, бұл нәрсенің қаншалықты дұрыс емес екендігін, немесе дұрыс па, қалай болады, осыны сен түсіндірсеңіз. Бұл дұрыс емес, өзіңе қатысы жоқ болған нәрсені сөйлемеу. Мен өзімнің салам бойынша сөйлейтін болсам, дін жайында діни маман еместер сөйлеуі, немесе діни мамандармен ақылдаспай сөйлеуі. Мысалы, біреу қазір діннен шығып кетсе, ислам діннен шығып кетсе, не болады? Мемлекетке бір зиян келе ма? Келмейді. Келмеу мүмкін да, бұл экономикалық жағынан бір теңге құлдырап бірдеңе бола ма? Болмайды. Сондай әсері бірден көрінбейді. Бірақ ол келе кері әсерін береді бәрібір. Бірақ бірден көрінбейді. Бірден көрінбегеннен кейін адамдар не деп есептейді? Бұны смело дейді, ол ешқандай. Ешқандай ойланбастан талқылай берсе болады екен деп ойлайды. Дінді ешқандай өзің ойына тура келгендей талқылай берсе болады екен деп ойлайды. Ешқандай спрос та болмайды деп ойлайды. Оның айтқан сөздерінің себепті біреу діннен шығып кетіп жатқан болса, Құдай сақтасын да, ол ертең қиямет жауап береді да. Біреудің кәпір болып кеткеніне, мұсылман болып тұрып, кәпір болып кеткеніне ойлайсың, біреу сен подкастта айтқан бірдеңе себеп. Біреудің кәпір болып қалай ол? Сондықтан да білетін болсаң айт, білмесең араласпа. Жаңа бұл менің нем емес, оны пәленшілер, діндарлар айта жатар деді, өтіп кете бер басқа тема, өзіңнің темаңа да. Болды, сол жетеді. Артық өзің білетін шеңберден артық шықпай-ақ қой. Өзің пікіріңді өзіңде ұста дейсіз ғой. Иә, өзің пікірің бар болса, сол пікіріңді өзің жеке ұстанып жүре бер. Әркімнің өзінің пікірі бар ғой, енді сонымен өзің жеке ұстанып жүре берсең болады. Бірақ біреудің діннен безуіне, біреудің діннен шығып кетуіне себепші болып қалып, қияметте бір күнә алып қалма. Оның бәрі қияметте өте үлкен әсер береді. Мына дүниеде жаңа айтқанымыздай біреу келіп оны ұрыспаса да, сен не дін туралы бүйтіп айттың деп, оны біреу келіп ұрыспайды. Біреу келіп жағасын алмайды. Что біліп алғанда осындай екенше сөйтті айта береді. Ол тек қана дін емес, саясатта да болуы мүмкін.
саясат түсінбейтіндер саясатпен айналысуы мүмкін, ондай да болады кейде. Қазір де болып жатқан сияқты. Кез келген салада болады дейсіз ғой. Атлант мұхитының ар жағында. Жақсы. Жалпы осы жерде өзіңе қатысы жоқ, өзің маман емес салада сөйлемеу туралы айттық қой. Иә. Біз естіп жататын мынандай нәрсе бар. Қызық сұрақ негізінде той мәселесінде, мысалға той мәселесінде арақ қойылған тойға бару бармау турасында айтқан кезде былай деп айтады. Анау жүр ғой пәленше, намаз оқиды, бірақ тойларға да барып жүр. Сол былайша орысша айтқан кезде молодец дейді, былайша айтқан кезде. Яғни болады, дым проблемасы жоқ деп өзі маман емес салада сөйлеуді, мысалға. Осы секілді нәрселер қоғамда, яғни бір намазхандардың идеальный бір не дейміз жаңағыдай бір стандарттар қою. Осы туралы түсіндіріп беріңізші, мысалға. Той мәселесімен де, және де егер адам бір тақуалық жолына кетіп жатса, ол радикалды жолға кетіп бара жатқан жоқ деген сияқты ше. Мысалы біз қанша рет айтамыз, бірақ бәрібір былай деп айтамыз ғой біздер, мұсылманға қарап исламды түсінбе деп, бағалама деп. Мұсылман жаман нәрсе істесе, ислам жаман деген сөз емес деп айтып жатамыз. Бірақ қанша айтсақ та негізінде жалпы мұсылманға қарап бағалайды ғой негізі. Негізі халық мұсылманға қарап исламды бағалайды негізі бәрібір. Қанша сен айтсаң да ол солай. Өйткені мен де христиандарға пәленше христиан деп айта бересің ғой, дұрыс па? Айтыла береді ше, қала береді солай. Сол үшін де бұл жерде енді мұсылмандар өздеріне жауапкершілік алу керек. Намазхандар жүр деп айтама, демек имам Ғазали бұны айтады ше. Имам Ғазали айтады. Бұл енді бірақ имам жаңағы ғалымдарға қатысты айтады. Ғалымдарға сондай бір басқалар оған қарап бой түзейтін адамдар болады өзі. Басқалар оған қарап, былай істесе болады екен ғой дейтін адамдар болады. Сондай адамдардың жауапкершілігі жайында имам Ғазали айтады. Ондай адамдардың жауапкершілігі дейді өте үлкен дейді. Басқалар оған қарап бой түзейтін болса, ертең дейді ол сол бір нәрсе істейтін болса дейді, соны мысал қыла беретін болса дейді, күнәсі соған болады дейді. Анау имам сөйтті ғой деген сияқты. Анау имам сөйтті ғой деген сияқты, анау имам пәленше деген сияқты. Немесе жаңағы сондай болатын болса, болды, барлығын сол күнәсін арқалайды дейді. Сондықтан да әжептәуір тақуалық қылып, енді арақ қойған жерге бармау бұл радикалдықтың белгісі емес. Немесе фанатизмнің де белгісі емес. Біреулер орамал тағуды немесе жаңа арақ қойылған жерге бармауды фанатизм белгісі дейді. Бұл фанатизм белгісі емес. Бұл нормадағы дінді ұстау. Негізі сол норма. Норма, орта деңгейдегі дінді ұстау осы. Енді сен әдеттегі дінді ұстау деген осы, нормадағы дінді ұстау деген осы. Енді оны жасай алмай жатқандар, демек нормадағы дінді ұстана алмайды, наоборот олар. Ал мүлде мұсылмандардың өзін намаз оқымайтындарды адам құрында көрмей кету, бұл норма діннен шектен шығу. Нормадағыдан шектен шығу. Қалай сонда? Яғни намаз оқымайтындар бұлар вообще деп жаңағындай араласпай, мүлде жаңағы арақ қойылған жер емес. Былай арақ күнде той бола бермейді ғой енді. Күнделікті өмірде оларды төмен санап, намаз оқымайтындар олар төмен деп сөйтіп, төмен санап мүлде араласпай кету, бұл нормадан, міне осыны енді фанатизм деуге болады. Нормадан шектен шығып кету. Керісінше бағытта. Керісінше бұл шектен шығып кету. Бірақ арақ қойылған жерге бармау, жаңағыдай тағы не бар, әйел адам болса, мысалы, орамал тағу деген сияқты нәрсе, бұл норма. Норма дін осы. Бұдан төменгі ол демек норманы жасай алмайды деген сөз. Біреулер айтып жатады, сен үйтіп қатты не қылмасай, қатты беріліп кетпесей деп жатады. Егер бұны фанатизм дейтін болсақ, онда біз негізі Бауыржан Әлиұлы ұстазымыз айтқандай, мұсылманшылықты қатырмаймыз, қазақшылықты қатырмаймыз дейді ғой.
егер біз бұны фанатизм дейтін болсақ, онда біз мақтанып айтамыз ғой, не деп айтамыз? Сайрамда жатыр сансыз бап дейміз. Жаңа айттық қой. Бұны мақтанып айтады негізі қазақтар. Бізде не деген әулиелер, не деген баптар шыққан деп ше. Немесе бүкіл түркі әлем мойындайтын үлкен ғұлама Ахмет Яссауи жаңағы деп ше мақтанып айтады. Енді Ахмет Яссауи немесе оның шәкірттері олар да дін ұстанған. Иә. Енді олардың әйелдері ашық-шашық жүрген болсын да, қазіргі әйелдер сияқты тойда билеген ба немесе Құдай сақтасын, оны қиын да, ол айта берсең кете бересің. Олар сонда фанатик па? Немесе абайлар мысалы, шәкәрімдер, олар фанатик па? Немесе бергі алаш зиялыларының өздері. Иә, зиялылардың өздері, олар фанатик па деген сияқты мәселе кете береміз айтсақ ше. Сол үшін бұл жай ғана адам өзін ақтау үшін, өзінің бағытын дұрыс көрсету үшін бірдеңе айту керек қой бәрібір. Үндемей қалсаң ұтылып қаласың ғой. Бірдеңе айту керек. Кейін осын айтады да кейін ол. Енді нүктесін қойып фиқи тұрғыда түсіндіріп беріңізші. Тойға арақ қойылып жатса, жағдаятта бармау керек. Иә. Ал мысалға былай болса ше, егер халал деп айтылды ол той, кісі барды. Барғаннан кетіп қалу керек. Арақ қойылса да кетіп қалу керек. Енді осы кезде бір қызық сұрақ туындайды. Бұл сұрақ міндетті түрде көпшілік көрерменнің көкейіне келеді деп ойлаймын. Діндегі өте маңызды нәрсе бар. Туысқандармен қарым-қатынасты үзбеу. Пайғамбар саллаллаху хадисінде көп айтылады бұл нәрсе. Осы екеуінде қалай біз орта жол ұстаймыз деп ойланып қалып жатады адамдар. Шынымен де маған да қызық нәрсе да негізінде. Яғни тойларға бармайсың, бірақ қалай туысқандармен қарым-қатынас үзбеу? Бұл үзу емес па деген сұрақта былайша айтқан кезде. Бұл үзу емес, өйткені туысқандардың күнделікті өмірде әртүрлі қажеттіктері болады. Біреу ақшаға сәл тарқып қалады. Біреуді машинамен бір жаққа апарып тастау керек болады. Біреуді бір жерден күтіп алу керек болады. Біреу бір жаққа шығарып салу керек болады. Сондай қарапайым тірліктер болады. Осы тірліктерді 5 деген бағаға сен орындап берсең, арақ қойған тойда бармасаң ешкім жемейді саған. Мен гарантия беремін. Сенің бармауың ол сенің үзуің емес. Олар сені ол кезде түсінеді ше. Просто бізде жаңа жалқауда жаңағыдай тірліктерді де істемейді, и тойға да бармайды. Қызметінде болмайды туысқандардың. Иә. Жақсы. Енді ұстаз, осымен тәмамдауға болатын шығар. Бүгін сондай бір еркін форматтағы подкаст болды. Сұрақтар бір-бірімен байланыспаған, жүйесіз, әртүрлі фиқи мәселелерді көтердік. Сізге алла разы болсын. Жауап бергеніңізге. Құрметті көрермендер, әр подкасттың соңында айтатынымыз, арнамызға тіркеліп қойыңыздар, жобамыздың дамуына атсалысыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және де келесі подкасттарға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Сондай-ақ Уәлихан Сүлейменұлы ұстазымыздың Инстаграм парақшасына және біздің осы Рисала жобамыздың Инстаграм парақшасына тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.